Ал достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін айымның утреннигіне бара жатырмын. Айымды осындай шашын әдемілеп жасап бердім. Әдемі көйлек кигіздім. Сонымен әдемілеп Гүлдиске. Айымға садиктегі жігіттер Айна. сол сыйлық қандай сыйлық екенін көргілеріңіз келеді ма? Енді қараңыздар, мен сізге бәрін көрсететін боламын. Всем привет, достар. Бүгін бізде айымның сыйлығына распаковка жасаймыз. Айым бүгін қандай сыйлық алды екен? Бүгін садикте оның утреннигі болдым. Утренникте өлең айтты, биледі, вообще супер. Қазір сіздерге көрсететін боламыз. Сәлем! Мен бүгін коромина алып келдім. Коромина подарка. Сіздерге көрсетейін. Кім берді саған айым оны? Апалар берді. Қараңыздар. Мына коромина. Вау! Бүгін айым балабақшадан осындай күшті коруми сыйлық алып келді. Распаковка. Распаковка чек! Распаковка. Вау! Балабақшада айымға осындай сыйлық беріпті. Мынандай бар. Коруми ма? Айым не ол бұл? Коромино. Коромино ма? Я. Мен білмейді екем. Мен білем. Қана Достар, көрсетші. Мен коромина жақсы көрем. Негізі, сендерге коромина жақсы көресіңдер ма? Айым, сен көйлегің бәрі күшті екен, е? Я. Қан басыңа тақып көрсей? Қазір бір шыман ашып алайық. Достарыңа көрсетші қан. Ана достар. Мынау бәрін кесте. Вау! Соңғыста бір шым. Бәрін ашамыз. Тағы не ашасың? Ашамыз. Вау! Вау! Қан айым басын тақып көрші. Вау, айым! Қаны? Күшті тұр ғой, коромино ма? Не ол? Коромино. Мә, тұршы қан, көрсетші бізге көйлегің мен короминаны. Коромино емес, достар. Бұл енді көйлек қой, енді әшен сен абадоңды көтек. Вай, қарандаш балалар осындай сыйлық жасапты айымға жігіттер. Мә, Бақсұлтан деген жігіт өзі күшті сыйлық жасайды екен. Керемет. Кәне мына жасамыз. Қақай жасаймыз. Мә, қарандар, короми заколкаларын осылай тағып қоюға болады екен. Айдайға тағып көрейік та, айым? Айдайға тағып көрсетші қандай бол. Сен күшті парикмахер болсай? Тақпайсың ба? Жарайды. Ал осындай біздің сыйлығымызға бүгінгі распаковкамыз аяқталды. Тағы не бар? Не бар? Всем пока! Всем пока. Достар, біз қазір айымға күшті сыйлық алдық қой. Сол сыйлықты көрсетейік пе сіздерге? Көрсетеміз ба? Қазір айымның реакциясын көресіздер. Ура! Ал айымның бүгінгі сыйлықтарын қараңдар. Күшті ма айым? Айым қараңдаршы, бізде айымға осындай папасы 8 марттың осындай букет, тюльпан сыйлады. Қараңдаршы, мұнда фиолетовый, розовый, оранжевый түсі бар екен, е? Бантикті қараңдар. Сосын осындай қуыршақты Айдайға сыйлады. Айдай, сәлем. Мынандай қуыршақты сыйлады. Сосын міне мыналар клубника в шоколадені ашып, уже жеп тастады ғой. Қандай екен, дәмі күшті ме екен? Айдай, сен шөп жасылдай жеп жатыр ғой. Наған жен жеп қойын деп жатыр ғой, қарасыңдаршы достар. Не деген сұмдық,
Бес үй маған? Бермейді. 5 үй. Анда тоқылады. Шыдамай ашып, папасы осындай сыйлық жасап еді. Мыналар шыдамай жеп қойып жатыр ғой. Ал, міне, жей ғой. Әне. Кәні. Ойбай. Қандай күштісіңдер. Ой. Папасына рахмет. Папаға 2 береміз. Папаға 2 бересіңдер ма? Өздерің жеңдер қыздарым. Сендердің мейрамдарың ғой? Өздерің жеңдер, я? Я. Ал, мейрам құтты болсын. Достар, сендерге де мейрам құтты болсын. Қараңдаршы, маған мынау қатты ұнап тұр. Ұнап тұр ма саған? Саған клубника в шоколаде ұнап тұрған сияқты ғой. Мына гүл суға салып қояйық енді, я? Маған қараңдар, мынау фиолетовый түсі ұнап тұр. Күшті екен мына фиолетовый түсі. Я? Я. Мына менікі. Міне саған. Ал, бір тістеп тастап жатыр мынаны бәрін. Давай. Жоқ қой енді бәрін жеп қойдыңдар ғой. Мынаны да бір тістеп тастапты. Айым достарыңа не айтасың? Ерте айтып берем. Ертегі? Ал достарыңа сау бол десе. Мейрамдарың құтты болсын, қыздар. Мен құттықтаймын, қыздар. Қасен? Сендерге ертегі айтып берем. Ой. Айым, сен көйлегіңді көрсетші қыздарға. Қыздар сен көйлегіңді қатты сұрап жатыр. Қандай күшті көйлек деп жатыр ғой. Вау. Шында да бар жоқ. Вау. Айда, бір тістеп жатыр. Қыздар, Керем. сендерге ертегі айтып берем ба? Ерте. Шам мен кемпір болды. Шам мен кемпір бауырсақ жасап берер. Он жоқ қой. Ана пешті астында алып. Содан кейін бауырсақ суып тұрған кезде секіріп кетті. Домалап, қашып кетті ба? Я. Сосын. Бір кезде қоян шықты. Қоян. Мен сені де қоян. Мен демеші, мен саған өлең айтып берем. Мен атамда қаштым, әжемде де қаштым. Енді сен де мен қашып кетем. Мә саған, сосын қоян қашып кетті ба? Жоқ. Бауырсақ қашып кетті. Бауырсақ қашып кеткен ба? Мә саған. Бір кезінде қасқыр шықты. Бауырсақ, мен сені жеп қоям. Мен демеші, мен саған өлең айтып берем. Мен атамда қаштым, әжеде де қаштым. Мен де қоянда қаштым. Енді сен де мен қашты деп. Сосын. Бір кезінде аю шықты. Аю, бауырсақ, мен сені жеп қоям. Мен демеші, мен саған өлең айтып берем. Мен атамда қаштым, әжеде де қаштым. Енді сен де қашып кетем. Бір кезінде түлкі шықты. Түлкі, бауырсақ, мен сені жеймін. Мен демеші, мен саған өлең айтып берем. Мен атамда қаштым, мен әжемде қаштым. Енді сен де қашып. Енді мен досым шығырмай қалды. Орым істеді де айтып бер қайтам. Әжеде де қаштым. Мен қойганда қаштым. Қасқырда қаштым. Аюда, қасқырда да қаштым. Аюда да қаштым. Енді жеп қойды. Сен жеп қойып ба? Я. Мені тағы айтып берем. Так, айым, достарыңа айт. Сол үшін бауырсақ сияқты қашып кетпейміз үйден де. Я. Үйде айтқан тыңдаймыз, я? Атамыз бен әжемізден қашып кетпейміз. Ал, достар,
айымның ертегісі күшті болды. Айымның сыйлығы өте керемет, супер науски болды. Папасына рахмет. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Сау болыңдар. Айым, айдай пока-пока де. Пока-пока.